Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Үш бала-шағаларыңыз аман ба? Қыстан аман-есен қыстап, жайлы қуатты шығып жатырсыздар ма? Сіздермен көп болыпты осы видео түсірмегеніме. Оған себеп осы жақын арада Алланың қалауымен, Алланың жәрдемімен бизнес аштық. Нақтырақ айтқанда азық-түлік дүкенін. Сол жұмыс шаруалармен жүріп, жәнегі қолым тимей кетті. Сондықтан видео сала алмай кеттім. Жалпы содан бүгін бір ой келді, және видеоларыма қарап отырып, ютубқа қарап отырып, жалпы бірдеңе істегісі келіп отырған, бірдеңе істесем қайтер екен деп қорқақтап отырған адамдарға бір жағынан мотивация ретінде болсын, екінші жағынан кеңес болсын деген ниетпен осы видеоны түсіріп отырмын. Жалпы кез келген дүниені жасайтын кезде біздің қорқатынымыз анық. Өйткені ол адамға тән қасиет, адамда қорқу болады, жүрексіну болады, бола ма, болмай ма деген жаңағы ойлар болатыны анық. Сондықтан ол ойлардан жеңілмес үшін, ол ойларды алыс ысырып тастау үшін жалпы адам кез келген дүниенің ортасын ұстау керек. Гармонияны, яғни біз болашақтағы жалпы кез келген дүниенің ақырғы шегінің не болатынын білмейміз. Бірдеңені істеген кезде соның артқы жауабының соңғы нүктесі қандай болатынын білмейміз. Оны тек Алла білуші, иә. Сондықтан тәуекел ете білуіміз керек. Тәуекел еткен адамға ғана көптеген 90% оң өзгерістер мен жақсы жетістіктер келеді. Ол қалай? Мысалы, егер сіз болмай қалады-ау, болмай қалса қалай болады деп отыра берсеңіз, отыра бересіз. Сізде расымен де болмай қалады. Ал тәуекел деп бастап кетсеңіз, мүмкін оңынан болып кетуі мүмкін. Сол арқылы үлкен бизнестерге жол ашылуы мүмкін. Кім Мырзақов айтпақшы, адамдармен араласпасаң күн көре алмайсың дейді. Ал адамдармен аралассаң, адамдар саған күн көрсетпейді дейді. Сондықтан кез келген дүниеде жалпы ортасы бар. Сіз білімдімін деп ойласаңыз, сізден де білімді адамдар бар. Бірақ білімсізбін деп отыра берсеңіз, сіз өзіңіз мүжіп төмен түсіресіз. Сондықтан бар біліміңізге сай сіз әрекеттер жасауыңыз керек. Сіз жалқаумын деп ойлайтын болсаңыз, сізден же жалқау адамдар бар. Тек әрекет еткен адамдар ғана алға ұмтылуда. Сондықтан әрекет етуді бастаңыз. Неден бастаймын, не істесем болады десеңіз, дұға жасаңыз. Әрқашан дұғада болыңыз. Жалпы мұсылманның, не то что мұсылман, жалпы кез келген адамның қаруы жалпы дұға. Дұғаның қалай болмасын жауабы бар. Сондықтан дұға жасауды үйреніңіздер. Дұғада болыңыздар. Дұға кез келген нәрседен үстем деп айтайын. Менің Алланың қалауымен көптеген жалпы өмірдегі өзгерістерім, көптеген жетістіктерім жалпы кез келген дүниенің оңынан болуына менің бір кездегі дұғаларым деп айтар едім. Сондықтан әрқашан дұғадан тоспаңыздар, өзіңіздеріңізді дұға жасаңыздар. Біз тіпті дұға жасамаймыз, тіпті ойымызға келмей қалады. Сондықтан сәл нәрсеге, кішкентай нәрсеге болсын, дұға жасап, Алладан дұға сұрап үйреніңіз. Оның нәтижесін Алла біледі. Бермесе де хайыр, берсе де хайыр. Зато сіз сұрайсыз. Бірақ Алла тағала бәтеңкеңе бау керек болса да менен сұра деген ғой. Сіздің жайған алақаныңызды Алла тағала бос қайтарудан ұялам деген екен. Сондықтан әрқашан дұғада болыңыз деп айтқым келеді. Бірінші, екінші ереже, ешқашан бірдеңеге жете алмай қалудың себебі адамдар соңғы нүктесін өте үлкен үмітпен күтеді. Ал өте үлкен күткен дүниесі болмай қалған кезде адамдар жаңағы депрессияға ұшырап, ой болмай қалды деп сақтары сынып жатады. Сондықтан соңғы нәтижені үлкен қылдырып қоймаңыздар. Тәуекел. Қалай болмасын, кішкентай жетістіктер болса да, сол жетістіктердің құрамы болады. Сол кішкентай сәттіліктер сіздің үлкен жетістігіңіздің фундаментін құрайды. Сондықтан әр істеріңізге береке тілеймін. Аман сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мүмкіндігім болып, қолым тиіп, ойларыма, санама жақсы ойлар келіп жатса, бөлісіп отыруға сіздермен өте қуанышты болам, бөлісіп отыруға тырысам. Алла барлықтарыңызға разы болсын, істеріңізге берекет берсін. Көктем басталды, енді барлық әлемнің жануарлы, барлық тіршіліктің тірілетін уақыты. Сондықтан әрбір істеріңіз, тірліктеріңіз оңынан болсын, төлдеген малдарыңыз егізден болсын, бала шағаларыңыз кемеңгер, зейінді болсын, ата-аналарымыз қуатты болсын,
жалпы еліміз, жұртымыз аман, тыныш, бейбіт заман болсын. Барлықтарыңызды Алланың разылығы үшін жақсы көремін. Сіздермен бірге мен.